ардақты ағайын, қадірлі өрелі көрермен, бүгінгі сөйлей жырау бағдарламасының құрметті қонағы, Алатау дәстүрлі өнер театрының дәстүрлі әншісі, өзіміздің өнердегі бауырымыз, Ербол Қуанбек бауырымыз бүгін біздің студиямыздың бағдарламамыздың құрметті қонағы. Өзің шыңда қиындыққа сынба, қалықта биікте қалықта самға. Қыранмын зеңгірден сайлар тоғырын, еркінде өскен бүркітпен биіктік деген бір ұғын. 3 ғасыр дүние көрсе де, 300 жыл өмір сүрсе де, құзғынға бақ қой бұйырмас, қыранса сүру ғұмыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жақсы, Ербол, енді өзіңнің жалпы осы дәстүрлі жыр өнеріне қалай келгенің туралы, ұстаздарың кім болды? Енді әр адамның туған жері қасиетті Мысыр шаһары Иран бағы деп айтып жатамыз ғой. Сол туған жерің төңірегінде жалпы жыршылық өнерге қалай келдің? Сол туралы бір қысқа нұсқа айта кетсең. Армысыздар. Көп рахмет. Енді бұл өнерге келдік деп айту артық шығар. Баяғы ата әжемізден естіп өскен, тыңдап өскен сарындар ойға сіңген. Енді ұстазсыз болмайды. Алғашқы ұстазымыз Ахан Әбдуәлі ағамыз, одан кейін Гүл Малшынова дейтін апайымыздан сабақ алдық, Ерболат Жалбеков дейтін ағамыздан сабақ алдық. Барлығы да елге белгілі үлкен тұлғалар. Сол кісілердің алдын көріп тәлім алғаныма өміріме азық. Шын бек қуаныштымын. Ол кісілердің де біздің жалпы дәстүрлі сарын ұстанып жүрген жолымыз баяғы көңілдің келе жатқан өзіміздің бойға сіңген, қанға сіңген әуен. Біз одан ажырамауымыз керек деп ойлаймын. Алмас ағамыз айтпақшы, Алмас Алматов ағамыз айтпақшы, өнерге бір күнге келген жоқпыз, бір күнде келген жоқпыз дегендей. Бәрімізге міндет парыз деп санаймыз. Жақсы, өзіңнің туған жерің туралы айта кетсең. Туған өлкем Кентау қаласы. Кентау қаласы Байылдыр ауылы. Сол жерде туып өстік. Одан кейін Домбыра ұстауды сол кезде. Ағам домбырашы күйші болды. Атамыз ағама домбыраны күйіп тартқызып қойып, маған құлағын түсірткізіп қоятын. Сонымен Құрманғазының сарыарқасы болсын, Сөгірдің Бозынгелді болсын, Мыңжылқы жаңағы Төлеген Момбековтың салтанаты болсын, күйлердің барлығы да сол домбыраның құлағынан тістеуден бастап басталды дейсің. Құлаққа жаттала бастады. Жақсы, рахмет. Енді өзіңнің қазіргі эстрадада кешегі жыраулық сарынды, жыршылық сарында рух бар ғой, толғаудағы мысалы. Кешегі Қазтуған атамыз айтады ғой, бұдырайған екі шекелі, бұздай үлкен көбелі, Харуным сұлтандайын жүрісті дейді, адырнас шай жібек отқа кірісті деп келетін рухты сөздер, толғаулар сол кезеңнің халқын, сол кезеңнің әскерін рухтандырды. Бүгінгі енді өзің қазақ эстрадасында енді тайдай басып келе жатсың ғой, осы ағалардың жолынан, ізінен. Өзіңнің осы эстрададағы бір бағытың осы дәстүрмен тікелей байланысты. Қазақи әуенмен, қазақи үнмен, кеше қоңыр үнмен, домбырамен тікелей байланысты. Оны біз қазір енді заманауи ақпарат YouTube саласында, YouTube'да, әлеуметтік желілерде түрлі әндерің, көптеген әндерің бар. Соның ішінде Көкбөрі, Оян қазақ, осы сарында барлығында бір толғау жанрында болмаса да, кешегі толғаудың бір үні бар. Жалпы енді осы эстрада мен дәстүрлі әнді байланыстыру жағы өзіңнің жалпы болмағында қалай өрбіді? Келешекте тағы да қандай жаңалықтар бар? Әуенде өз заманына сай, уақытына сай әрленіп отыру керек, актуалдылығын жоғалтпас үшін. Сол себеп, бірақ енді түпкі сарын, түпкі өзегін жоғалтпас үшін ол жоғалмайды да. Халық тұрған кезде біз болмасақ өнер құлап қалады дейтін әңгіме жоқ. Еш жерін тіреп тұрғанымыз жоқ. Бірақ барынша өзіміздің қолдан келіп тұрған осы нәрсе болғаннан кейін дұрыс нәрсені, жақсы нәрсені насихаттауға
енді жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, жаңағы бес қазір жырлайды да, көнеден келген ноғайлы заманынан бастап бертінге дейінгі мысалға жыраулық дәстүр, ол өнерді құлатпайық деп біреу туын ұстап отырған жоқ. Әр халық өзі, әр қоғам, әр уақыт өзіне сай жорық жыры болсын, немесе Біржан Салаханзердің әндері болсын, бермен қарай. Одан кейінгі 20 ғасырдың өнерпаздары болсын, әр қайсысы да ол өзіне сай, өз заманына сай халыққа керек дүниені ойлы адамдар жақсы нәрсе, жақсы туындылар ұсынып отырды. Әрине, ол кезде де енді бір сапасына қарай, сөзіне, сарынына қарай әртүрлі әуен, әртүрлі ән, әртүрлі жыр терме болды ғой. Біріктеліп бергі заманға дейінгі көне сарыннан өзегін жоғалтпаған жақсы дүниелер бізге дейін жетті деп мен өз пікірім сондай ойдамын. Енді біз де өз уақытымызда бұйырса келешекке жақсы дүние қалдырайық, ғұмырлы нәрсе жасайық деген оймен жаңағы эстрадалық бағытқа дәстүрлі сарынды салып жасап көріп жатқан бетіміз осы. Келешекке дейінгі жетсе екен, жақсы нәрсе ұсына алсақ екен, елдікті жырлайтын, бірлікті жырлайтын, ынтымақты жырлайтын жақсы туындылар болса екен деген ойдамыз. Жақсы, рахмет. Өзіңде енді жалпы дәстүрлі жыр өнерінде, ән өнерінде, жыраулық өнерінде, мысалы қабан жыраудың толғауларын орындайсың. Тағы да түрлі қазақтың ұлттық мұралары, ұлттық жауһарларының жырларын, термелерін, қиссаларын орындайсың. Енді бүгін біздің бағдарламамызға қандай қазақтың ұлттық мұрасынан, жырынан, жыраудан орындайсың, бір айта кетсең? Жаңа өзім айтқандай, енді ұстаздарым Ахан ағамыз болсын, Ерболат ағамыз болсын, Гүлім апайымыз болсын, Жетісу мектебінің, қазақтың ән жыр мектебінде Жетісу дейтін өте бір қалыптасқан, ақындығы да, әншілігі де, жыраулық дәстүрі де еш елден кенде емес қалыптасқан мектеп. Сол кісілерден тәлім алдық. Ол Жетісу мектебінің төбесінде өзіңіз айтпақшы қабан жырау тұр, қабілесі аса болып. Ол қабан жырауды ұстаз тұтқан, одан Сүйінбайдан Жамбылға көшеді. Одан Кенен Әзірбаев, Үмбетәлі Кәрібаев, Әсімхан Қоспасаров, Айрымқұл Жамбыл сияқты ұрпақ сабақтастығы солай жалғаса береді. Жыр алыбы Жамбылдан жыр бастауын орындап берейін. Құйған теңіздей, жырдың селі тасқындап, ақ сөздердей жарқылдап, шағылысқан күн шалып, құрағымдай айдынның жел шайқаған ырғалып, терең теңіз тұнбада жатқан бұртасы жаратқан Жамбыл жырдалып, кезегімнен қопарып таусылмастай кен болып, үздіксіз болған оңдымдой, тыңдағанда ел болып, Алатаудың аясы, балауса шырғай саясы, жырыммен шыңыл жаңғырып, ақын Жамбыл мен болдым, ақын Жамбыл мен болдым, өскенім өрін кең болды. Өзен деген ат болмас, ат жалдарлық су ақпай, ғалым деген ат болмас, айтқан тұрмай шырақтай, әнші деген ат болмас, әуезі көңіл жұбатпай, ақын деген ат болмас, қандырмай мейір суатпай. Алатаудың аясы, балауса шырғай саясы, жырыммен шыңы жаңғырып, ақын Жамбыл мен болдым, өскенім өрім кең болып. Бәрекелді, рахмет. Бүгінгі біздің құрметті қонағымыз болған осы жас толқын, жас өнерпаз, біздің бауырымыз, біздің қазіргі досымыз, сырласымыз, Алатау дәстүрлі өнер театрының дәстүрлі әншісі,
бірнеше дүркін республикалық байқаулардың жеңімпазы Елбол Қуанбек бауырымыз бізде қонақта болды. Бізге осылай алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге біз қуаныштымыз. Қазақ өнеріне үлес қоса беріңіз. Аман сау болыңыз. Рахмет.